Жалқау мысық пен еңбекқор құмырсқа. Бір кең аулада мысық пен құмырсқа қатар өмір сүріпті. Мысық күн ұзаққа көлеңкеде керіліп жата беретін. Ертең істеймін, бүгін демалайын, дейтін ол еснеп. Ал құмырсқа болса, таң атқаннан кеш батқанша тыным таппай. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарным тіленбей, деп дән таситын. Жаз өте шықты, күз келді. Суық жел соға бастады. Құмырсқаның илеуі толы азық еді. Ал мысықтың алдында бір түйір тамақ та жоқ. Қалтырап келген мысық, «Досым, маған көмектесші», деп өтінді. Құмырсқа оған жылы сөзбен, «Мен сені жаз бойы талай рет еңбекке шақырдым, бірақ кеште болса енді үйрен», деді де аздап ас бөлісті. Мысық ұялып, «Енді жалқау болмаймын, еңбек етудің қадірін білдім», деп уәде берді. Содан бастап мысық құмырсқамен бірге еңбек етіп, әр істі уақытында атқаратын болыпты. Ертедінің түйіні: еңбек береке, жалқаулық кедейлік. Ертегіміз ұнаса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.